Дайындағы мойын выточкасын қалай оңай әрі тез жасап алуға болады? Қазір соны қысқаша түсіндіріп өтемін. Алдында көрсетіп кеткен дизайнға орай енді сол дизайнды мына основа лекаларымыздан қалай шығарамыз, мен сіздерге соны қысқаша түсіндіріп өтемін. Мынау біздің көкірек сызығынан түсіп тұр. Мынау біздің бел сызығымыздың жаңағы выточкасы. Енді бізге мына выточканы жабу үшін мынаны жаңағы не қылуымыз керек. Қазір мына выточканы қиямын. Енді бел выточкасын қиып шығамын. Енді мынаны меха фиксировать етіп жауып аламыз. Мен фиксировать етіп жатырмын. Енді мына выточканы жабу үшін біз иық сызығынан оңға қарай 3 сантиметр аламыз. Мына жер 3 сантиметр. Мына жерден мойын ойындысынан төмен қарай 4 сантиметр аламыз. 4 сантиметр. Енді осыны былай етіп сызып аламыз. Және осы сызықты біз қазір қиып алып тастаймыз. Сәлем достар, құрбылар, қыз-келіншектер. Бүгін сіздермен бірге тігін өнері каналының авторы Балжан Асқарқызы. Видеоны аяғына дейін көріп тамашалап, достарыңызбен бөлісіп, видеоның соңында өз пікірлеріңізді. Біз мойын ойындысын алып тастадық. Енді мына жақтағы көкірек выточкасының ұшына қарай біз мына бұрыштан төмен қарай әкеп мынаған қосамыз. Міне көрдіңіздер ғой, қостым. Енді мен осы қосқан сызықты қырқамын. Осыны қырқу арқылы біз мынау бел выточкасын жабамыз. Міндетті түрде фиксировать етеміз, жылжып кетпес үшін. Міне фиксировать еттім. Қараңыздар. Енді әрі қарай мына нүктеден меха қарай сызып аламыз. Және осыны қырқамыз. Нөл дейін жеткізбейміз. Бізден мынандай болып лекала шықты. Енді осы лекаланың мынау ара қашықтықтары, мына жерлері, мынаның ара қашықтықтары 10 сантиметрден болу керек. 10 сантиметрден ашылу керек. Енді бұның астына мен қазір бөлек жаңағы бумага қойып шығамын. Сөйтіп осы жерді ара қашықтығын сол қараңыздар. Астына қосымша қағазымызды қойып аламыз. Сөйтеміз да сол қағазға енді бұны фиксировать етіп шығамыз.
мына жерде біздің мына қиындымыз мына 6 сантиметрге тең болса, мынаның да ашылу несі сол 6 сантиметрге тең болу керек. Бұны да тексеріп етіп аламыз, қыздар. Енді мына қашықтықтарымыздың арасы менде 6 сантиметрден болып тұр, иә? Менде жалпы мынау линия қазір 12-ге тең болып тұр. Енді осыны біз жаңағы өшірдегі 12 сантиметріміз бізде алдыңғы өңіріміздің серединасы болып саналады. Мына қараңыздар, иә? Матаға дәл осылай қойып пішеміз. Мына анық көрінді ғой, иә, барлықтарыңызға. Енді қазір мен осыны мата бетіне түсіріп аламын. Одан кейін осының астыңғы өңіріне обработка жасайтын жаңағы матасын тағы да бөлек қиып алып көрсетемін. Міне қыздар, мен сіздерге мата бетіне көрсетіп тұрмын. Енді осыны бормен сызып міне сызып алдық. Енді қырқып шығамыз. Міне қыздар екен. Біз қырқып алдық. Қырқып алғаннан кейін мына жерде бізде мына жаңағы ортада мойын ойындысының несі тұр ғой, ара қашықтығы, иә? Өш жерден, мына жерден төмен қарай, мына жерге 8 сантиметр 8 сантиметр 8 сантиметр қырқып метка істейміз. Метка істеп алдық. 8 сантиметрдей метка тұр. Енді осыған апарып мойын ойындысының ішкі өңірін қырқып аламыз. Мындай етіп, міне. Мынау ішкі обработка жасалатын ішіне қарай міне өңірі. Қараңыздар, 2 қабат. Енді осыны мойын ойындысына тігіп шығамыз.
Әр жерден булавкамен қыстырып аламыз міндетті түрде. Өйткені біз машинкаға қойып тігеміз деп жүргенде маталарыңыз бір-біріне айнып кетуі мүмкін. Сол үшін енді осыны қазір машинка тігісінде тігіп аламыз. Егер қолмен көктеп алам десеңіздер, ол тіпті керемет болады. Қазір енді мен мынаны тігіп шығамын. Міне енді 0,5 сантиметрмен машинкада тігіп аламыз. Тігіп алдық. Булавкаларын алып тастаймыз. Сөйтеміз да мынандай мойын ойындысының мындай айналма жерлерін мынандай етіп кертіп шығамыз. Өйткені біз оңына қарай айландырған кезде осы мойын ойындыларыңыз тартылып қалмас үшін. Міне енді мынаны былай қарай тастаймыз. Сөйтеміз да ішкі өңірінің үстінен сыртқы өңіріне 0,1 мм жеткізбей мойын ойындысын айландырып шығамыз. Мына ішіндегі мына тігілген тігіс ішкі өңіріне қарай майыстырамыз. Жатыстырамыз да солай. Бұл бізге ішкі өңірінің сыртқа қарай көрініп шығып кетпеуіне керекті тігіс. Міне мен тігіп алдым. Міне бізде мынандай болып шықты. Мынау мойын ойындысы. Енді біздің мына жердегі центрінен, мойын ойындысының төменгі омырауының центрінен жаңағы солға және оңға қарай деп 8 сантиметрден қойған міне меткамыз тұр. Енді осы меткаға мынау іштегі өңірді тігіп аламыз. Бұлай айландырамыз. Серединаларын қоямыз. Булавкамен қыстырып аламыз. Енді осыны машинка тігісте қазір жүргізіп шығамыз. Жүргізіп алды. Бұны да мынандай бұрыштарын кертіп
тігіп аламыз, иә. Сөйтеміз да өңірімізді бүйтіп оң қаратып айландырып шығарамыз. Мына. Мынау бізде мойын ойындысы жоғары жағы, мынау мойын ойындысының төменгі жағы, иә. Енді мына жерде 8 сантиметр қып төмен түсірген жерде кертікті енді бір-біріне біріктіріп тігіп аламыз. Мына қараңыздар, иә. Мынау тұрған кертікті енді біз төмен қарай тігіп шығамыз. Алдыңғы өңірдің орта сызығындағы тігісін біріктіріп шығамыз. Міне бірікті де бізде мынандай жерде мынандай зазор қалды. Енді осы зазорда біз мыняққа итіп жия саламыз, иә. Бізде мынауымыз шықты. Енді осыны бүйтіп жинап дизайн шығаратын мынандай кусок қырқып аламыз, иә. Бұның ұзындығы 12 сантиметр, ені 6 сантиметр болады. Былай етіп машинкада тігеміз. Сөйтеміз да мына жерге қоятын ені шығарып аламыз. Былай бір тігіп аламыз. Сөйтеміз да тігіп алған тігісті ортасына келтіреміз. Сөйтіп бір басын бекітеміз. Сөйтеміз да осы бұйымызды оң қаратып аламыз. Кез келген ішіне сиятын ұшы өткір емес, кез келген нәрсемен теріс айландырып аламыз. Міне менде шықты. Енді осыны мына жерге қойып, көрініп тұр ма сіздерге? Қойып, мынаны бүйтіп бекітіп тігіп аламыз. Сол кезде біздің дизайнымыз шығады. Қазір мен қойып шығамын. Мына қыздар, мынандай етіп қоямыз. Мен сіздерге теріс жағынан көрсетіп тұрмын. Мынау бас ашық тұрған жағын астына келтіреміз да. Мынау сразу машинкамен бекітіп алған жағымызды бетіне шығарамыз. Сөйтеміз да қолдарыңызға қол инені аласыздар. Өзіне түстес шіппен сабақтап бүйтіп іліп қоясыздар да болады. Бұны машинка тігісіне салудың қажеті аса жоқ. Міне мен қол инемен тігіп бекітіп шықтым. Қараңыздар, енді біздің мынандай болып мойын ойындымыз шығады. Қазір мен осыны манекенге киіп, сіздерге анығырақ манекенге киіп көрсеттім. Міне, мынау біздің жаңағы қолмен тігіп мынандай не жасаған жеріміз. Міне. Демек, біздің көкірек выточкаларымыз соның бәрі бізде мына мойын ойындысынан тарайды,
Міне қараңыздар, иә. Мен тек алдыңғы өңірін ғана тігіп көрсеттім. Бұндай фасонды кез келген көйлектің мойнына, кез келген кофтаға жасап, фасондарыңызды шығарып ала беруге болады. Міне әрі қарай міне етегін жалғастырып, кез келген етекті қойып, өздеріңіз тігіп ала бересіздер. Міне құрметті қыздар, құрбылар, қыз келіншектер, міне бүгін сіздермен бірге болған Тігін өнері каналының авторы Балжан Асқарқызы. Келесі видеоларда жолыққанша барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.